Балалар бүгін сабағын 29 сабақ массаның өлшемі бірліктері дейді. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер дейді. Үлкен және кішкентай қарбыздардың массасын анықта. Қай қарбыздың массасы екіншісіне артық, не килограмм артық дейді. Өзіне басқа сұрақтар қой дейді. Балалар мына жерде 2 килограмм деп тұр, и 5 килограмм деп тұр, 5 и 6 деп тұр. Бұлай шығарамыз, балалар. Үлкен қарбыздың массасы 5 килограмм, оған 1 килограмм қосып 6 килограмм болады. Кішкентайдың қарбыздың массасы 2 килограмм екен. Үлкен қарбыздың массасы кішкентай қарбыздың массасынан 4 килограмм артық екен. 6 килограмм аламыз, 2 килограмм, 4 килограмм болады екен. Кішісінікі 4 килограмм артық дейді. Мына жерде мына қараңыздар. 2 килограмм, ал үлкендікі 6 килограмм екен. Ауыр заттардың массасын анықтағанда масса ірірек өлшем бірлігін центнерді пайдаланады дейді. 1 центнерде 100 килограмм бар екен, балалар. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер дейді. 1 центнер қанша? Қант сатып алу үшін 10 килограммдық қант салынған неше қап қажет дейді. Ал 25 килограммдық іші дейді, 50 килограммдық іші дейді. Балаларына қараңыздар. 10 центнер дегеніміз ол 100 кило деген сөз. 100 кило болса, мына жерде 10 рет жазамыз. 10-да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне. Сөгесе 100 болады екен. Ал 25 килограммнан 4 рет жазамыз. 100 болу үшін әже. 1, 2, 3, 4. Сөгесе 100 килограмм болды. Ал 1 центнер дегеніміз 50 килограмм қанша дейді? Қанша? 50-ден 2 рет жазады екенбіз. Сөгесі біріншісі 10 қаптан 10 килограмм, екіншісінен 4 қаптан 25 килограмм, үшіншісінде 2 қаптан 50 килограмм екен. Мына жерде салыстыр дейді. 1 центнер үлкен бе, әлде 10 килограмм ба дейді. 1 центнер дейміз 100 килограмм, сөгесі 10 килограммнан үлкен екен. Ал 80, мына жерде 70 болады, сөгесі 80 центнер, 70 центнер, сөгесі 8 центнеріміз үлкен екен. 10 килограмм, 1 центнер, 10 килограммда 1 центнер бар, сөгесі. 100 кило, 100 кило, сөгесі 2 тең болып тұр. 65 килограмм, 1 центнер, әрине 1 центнеріміз үлкен екен. Келесі, неше центнер кем дейді. Қараңыздар. 6 центнер, 1 центнер дейді. Балалар, мына жерде келесі не центнер кем дейді. Қараңыздар. Балалар, 6 центнер, ал 1 центнер, мына қараңыздар, мына жерде. Сөгезде 5 центнер кем екен, ал 8 центнерден аламыз 3 центнерді, міне. Тең 5 центнер кем екен. 10 центнерден аламыз 5 центнерді, тең 5 центнер кем екен. Мына жерде артық дейді. Неше центнер артық дейді? 50-ден аламыз 10-ды, 40 болады. 60-тан аламыз 20-ны. Міне қараңыздар, 50-ден аламыз 10-ды, 40 центнер артық. 60-тан аламыз 20 центнерді, 40 центнер артық. 70-тен аламыз 40 центнерді, 30 центнер артық екен. Үш жазамыз. Келесі, есеп шығар дейді. Анам екеуміз бақшадан бірнеше килограмм шие тердік. 13 килограмм шиеден анам шырын дайындады. 18 килограмм шие қалды. Анам екеуміз неше килограмм шие тердік дейді. Балалар, дайындадық дейді. 13 килограмм қалды. 18 килограмм тердік. Неше килограмм терді дейді. Шешу 13 қосу 18 тең 31 килограмм. Жауабы барлық 31 килограмм тердік дейді. Анасы екеуі терген екен. Келесі, 7-ші, бірінші сөмкеде 1 килограмм сәбіз және 2 килограмм қияр бар. Ал екінші сөмкеде 4 кило картоп бар. Қай сөмкеде ауырлау дейді. Балалар, бірінші сөмкеде 1 килограмм қосу 2 килограмм тең 3 килограмм болады екен. Екінші сөмкеде 4 килограмм дейді. Сөгезде 4 килограммымыз, екінші сөмкеміз ауыр екен, бұл жерде салыстырғанда. Ал әсі бұл жерде 1 центнер, ал 32 килограмм, 100-ден аламыз 32, сөгез 68 шығады екен. Ал 100-ден аламыз 23-ті 77 шыққан кісіген, 77 жақ үлкен болады екен, мына жағы. Ал келесі 62 килограмм қосу 38 килограмм дейді. 100 болады екен.
ал 50 килограмм қосу 38 килограмм 90 болады екен. Сол кезде жүз жағы үлкен екен, иә, мына жағы. Балалар 8-ші есеп. Шеберханада бірде 8 ойыншық жасалды. Оның 7-еуі темірден, ал 8-шісі ең жеңіл ағаштан дайындалды. Кіртастарды пайдаланбай 3 рет өлшеу арқылы жеңіл ойыншықты қалай табуға болады дейді балалар. Мына жерде бір ойыншығымыз ағаштан жасалған екен, иә? Жеңіл ағаштан жасалған екен. Сол кезде бірінші 8 ойыншықты теңге тең қылып алдық мына жерге. Сол кезде бір жағында мысалға жеңіл болса, сол жағын тағы бөліп көреміз. 2-ге бөлеміз, міне. 2. Бұл жағы тағы төмен болатын болса, міне. 2 ойыншығымызды аламыз да, оны тағы 1-ге бөлеміз. Сол кезде қайсы ойыншығымыз жеңіл екені табылады екен, иә? Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.